Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі қазақ тілінен жаңа сабағымыздың тақырыбы отырар кітапханасы деп аталады. Бұл сабақта біз дүние жүзі бойынша Александриядан кейінгі екінші орында алатын отырар кітапханасы туралы сөз қозғаймыз. Оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып жинақы мәтін жазу. Сіздерге оқылым материалы, яғни мәтін толықтай беріледі. Оны слайдтан, болмаса Word форматынан оқып, түгелдей жан-жақты қарастырамыз. Өйткені бұл мәтінде отырар кітапханасы туралы нақты әрі дұрыс ақпарат берілген. Содан кейін мына видеоға назар салайық. Балалар, әлемдегі Александриядан кейінгі екінші үлкен кітапхана қазақ жерінде Отырар қаласында болғанын білесіңдер ме? Отырар кітапханасы Шыңғысхан шапқыншылығы кезінде жоғалып кетті. Мұнда ежелгі сына жазумен жазылған папирус орама қағаздарынан бастап, ортағасырлық Европа, Араб және Қытай ғылым оқымыстыларының шығармалары жинақталған. Әлемге әйгілі Әл-Фараби бабамыз осы кітапханада білім нәрінен сусындап өскен көрінеді. Жоғалған Отырар кітапханасын табу үшін зерттеу жұмыстары әлі күнге дейін жүргізілуде. Видеоны көріп, мәтінді оқып болғаннан кейін енді тапсырмаларға кірісейік. Алғашқы бірінші тапсырма. Жоғарыда берілген оқылым мәтіні мен тыңдалым видео материалын негізге ала отырып, егер отырар кітапханасы күлге айналмаса деп басталатын жинақы мәтін құрастырыңыз. Екінші тапсырма. Берілген өлең жолдарындағы өзіңізге ұнаған бір шумақты қара сөзге айналдырып, өз пікіріңізді қосып, кішігірім мәтін жазыңыз. Мұхтар Шахановтың «Отырар кітапханасы» деген өлең шумақтары барша алашқа аян. Осы өлеңді оқып шығып, өзіңізге ұнаған бір шумағын қара сөзге айналдырып, сонымен қатар Отырар кітапханасы туралы өз пікіріңізді қосып, кішігірім мәтін жазыңыз. Дескриптор. Бірінші тапсырма бойынша жинақы мәтін құрастыру 6 ұпай, яғни сауаттылығы 3 ұпай, стилі 3 ұпай. Екінші тапсырма өлең шумақтарын қара сөзге айналдыру. Бұл жерде ең жоғары ұпай 4 ұпай. Және бүгінгі сабақтағы ең жоғары ұпай 10 ұпай. Ендеше іске сәт оқушылар.